Астанада белгілі қоғам қайраткері, жазушы, ақын, драматург Арғынбай Бекбосынның «Домалақ ене» драмасы сахналанды. Өмірін өлеңмен өрнектеп, әдебиетте, журналистикада да өзіне тән биігін бағындырған. Шығыс әдебиеті мен мәдениетін, философиясына бойына тең жинап өскен қаламы қарымды қаламгердің туындысы жұрт назарына қалтарыс қалған жоқ. Бұл кеше өткен қойылымнан үзінді. Театрдың табалдырығын тоздырып жүрген көрермен әртістің шеберлігіне шүбә келтірмес анық. Сөзсіз белгілі режиссер Қуандық Қасымов сахналаған «Домалақ ене» символикалық драмасы астаналық тұрғындарды тәнтетті. Тіпті жастар театрында ине шаншыр орын болмады. Олана образы ұлықталған қойылымда жұртшылық қызға тамашалап, өз ойларымен де бөлісті. Символикалық драмада «Домалақ ене» мен Бәйдібек бабаның образы, тұлғалық болмыстары жақсы ашылған дейді көрермендер. Әрине, әрбір әртістің шеберлігінде сөз жоқ. Десек те кей-кейде қаһарлы Әмір Темірдің образы басты қос кейіпкерді басып кетіп жатты. Дегенмен қойылым көптің көңілінен шықты. Бұл күні де жамбылдық өнерпаздар мықтылықтарын тағы бір мәрте дәлелдей түсті.